Өзгермегенсің, ұрысқақсың. Автобуста бұзылмайтын кезде бұзылып, не болып кетті өзі? Мен аға, Махаббат апай осында. Қалайсыз, Махаббат апай? Сіз мына жаққа жұмысқа тұрып алдыңыз ба, или келін болып кіріп алдыңыз ба? Жарайды. Автобус дайын, кеттік қалаға. Шын ба? Иә да? Онда мен кетіп оларға айтайын. Дика деп осыны айт. Жүріңіз аға. Автобус жөнделді демей. Алло, Расул, Нұралы жаныңда ма? Маған қарай, срочно келіңдерші. Не қыласың? Келгеннен кейін айтамын, срочно келіңдер маған қарай. Наконец-то автобустар жөнделіп кетті ғой. Сол ғой, ауылда болған 2 күндер 2 айда өтті ма? Қалай өз? Еще келіп адам менсінбейді ғой. Негізі ауылда қалғандар да дұрыс болар еді. Нездерін істейтін едік. Қыздар, болған шығар. Артық кетіп қалдым деп ойламайсыңдар ма? Назым, жайма сенікі? Сендердікі жайма, жоқ деп арттарына жамандағандарын дұрыс емес қой. Бұл жерде олардың емес, сендердің незден жаман болып тұр. Бұған не болған аяқ асты? Сол ғой, бір түрлі өз. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліңмен сырласу. Өмір заңы екен ғой, кездесумен қоштасу. Мә, біз кетті деп бөлмесін жинастырып жатыр ау. Я, қазір бізді көрсе таңғалатын шығар. Қайдан білсін біздің қайтып келерімізді. Сендер әлі кетпегенсіңдер ма? Қалаға жақында қайтпаймыз ау. Не болды? Мә, не болғанын білмейсің ғой. Не болды? Машина сынды, сұрамыз. Ей, өзім бе қуанышты емеспін бұған. Ей, бұның не сынғанын, қайда сынғанын, қасан сынғанын білмеймін ба ғой. Ол заптас ауылда ба ма, жоқ па білмеймін. Так что, рендімеңдес, ұшырайық. Қыздар, может сендердің қалғандарында жақсы белгі шығар. Уәде берем, ауылда өте қызық. Шынымды айтсам, сендердің қалғандарың өте қатты қуанып тұрмын. Я, мен де. Маған негізі ауыл қатты ұнады. Басқасы басқа, бірақ ауыл рахат қой. Мә, қыздар, енді концертте не қыламыз? Енді ауылда қалсақ, концертке қатысатын шығармыз? Қыздар, может концертке үшеуміз топ болып шығамыз? Точно. Жақсы идея. Осыны орындатайық. Қыздар, не болып кетті өзі? Сол ғой. Уже кем бәрі кірді до того, әшейін киімге жатырмын. И вообще біз қалаға қайтамыз ба, қайтпаймыз ба? Почему? Почему нам все время не везет? Теперь как вернемся домой? Я уже скучаю. Ей, Айназек, неге жылаватсың? Жылама. Қатты жылайтындай нәрсе емес қой. Автобус келеді, сосын қалаға қайтамыз. Барлығы жақсы болады. Олай қатты көңілін түсірме. Қыздар, солай айтпасаңдаршы, қайтамыз ғой үйге. Сол. Болды, жылама, все нормально же. Аз қалды уже. Иә, сосын қайтып бара жатқанда барлығымыз бір мороженыйдан алайық. Давай, кафеге барайық. Негізі вообще жарайды. Ауылдың тамағы дәмді екен ғой. Сарымай, құрт.
Апай, мен бұл ауылда қала алмайым. Дым условия жоқ қой, мен уже шыдамайым. Маған бөлек машина жалдап бересіз ба? Білмеймін, бірақ кетуім керек. Алуна, мен де түсінші. Мен сендердің барлықтарыңа жауаптымын. Еще сені жалғыз өзіңді машинаға салып қалаға жібере алмайым. Алуна, ертең сол қалаға кеткің ақ келмей қалады сенің. Басқа, бірақ бұл ауылға енді өмірімде келмеспін. Жоқ, олай айтпаш. Әлі ауылға үйренісіп кетесің. Сосын мен сенің әндеріңді тыңдап шықтым. Барлық ұнады маған. Ертең концерт айтатын болсаң, 100% тыңдармандарың ұнайтынына сенімдімін мен. А еще мен концерттерде тек гонорармен выступать етемін. Ескересі ғой. Айтам, қазір жастар пысық. Гонорар деп әңгіме айтатын болған. Осыларды уайымдайым деп, мен де ауырып қалатын болдым. Әсіресе осы жағдай балаларға қатты стресс болып дейді. Оның уайымдайтын түгі жоқ. Көп уайымдай бермеш оны. Янан қара. Күтші. Босыш. Аналарды автобуста күткен бе? Автобуста жүрмей жат, бұзылып қалған асау ма? Чөт емес, аттарыңды ұмытып кеттіңдер ма? Жоға. Не болды? Автобустарың бұзылып қалды ма? Бұзыла беретін не автобус болды мынау? Қалада жөніп шықпай ма? Енді жүрсіміз қараңдаш. Не конкурсқа жете алмай, не үйге қайта алмай, айдаладағы бір танымайтын адамдардың үйінде сандалып, сасқалақтап жүрміз. Енді қашан қайтасыңдар? Сол өзімізге де қызық болып тұр. Статыдың поводы. Статыдың поводы. Не дейді ады? Статы поводы. Брат, ол запчасть біздің ауылда жоқ қой, брат. Тем более автобусқа. Сенің көңілің үшін іздеп көрейін, брат. Бірақ 100% гарантия жоқ. Енді просто Васкамда бұндай бөнсет болып тұрда, уайымдап кеттім. Уайымдайтын несі бар, брат? Или бітесің ба? Мен саған көлік тауып берейін. Қалаға барасың, үйге барасың, душқа түсіп аласың, асықпай. Солай демалып, запчастьіңді іздеп, тауып, солайынан келсей болмаса, брат. Сол дұрыс-ақ болады ау. Өйткені мен уақыт жағынан да тиімді. Не? Ауылда 100% жоқ ол. Жоқ ол. Сен лучше давай менен хабар күтші. Мен саған қазір көлік жібертем. Сөйтті асықпай барып келе қалаға. Все, жақсы баты. Өзгерген сияқты. Көмектескенге қарағанда. Қаладан келген қыздар точно осы үйде ма? Осы үйде болу керек. Мержан айту бойынша. Неше қыз келді деп еді? Бізбен жас 4 қыз болу керек, қателеспесем. Шақырсақ шыға ма екен? Көрейік, давай. Қыздар! 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 Сендер де естіп тұрсыңдар ма? Қыздар! Что? Что случилось? Бұл кім екен? Біз ауылда ешкім танымаймыз ғой. Мә, қыздар, мен что-то қорқа бастадым. Знаете, бүкіл қорқынышты оқиғалардың бәрі ауылда болады ғой. Қалада болған көрмедім мен. Саған оны кім айтты? Ну, это же понятно. Бәрі ауылда болады. Қалада болған қаяқтан көрдіңдер? Мен түрлі видеолар көргем. Девочки, пойдемте посмотрим, кто там. Қыздар, мен қаламау кішкене қорқып тұрмын. Аяу, біз де қорқып тұрық. Бірақ біз Барамыз. кім екен? Мен де қорқам.
Сәлем, қыздар. Қалдарың қалай? Жағымды сенбегенде оңай табылды ойлағанымның барлығы Ау-керім, иесің сенің басымды айналдырдым менің Түнгі қала жарық, бүгін бейкеші мамаңнан сұранып шықшы бейкеші